Әртүрлі программалар өнімінің тартымды әрі көрнекі болуын қамтамасыз ететін объектілер бар. Мысалы, мәтіндік редакторға мәтінмен қоса дыбыс, анимация, сурет, диаграмма мен автофигуралардың объектілерін енгізуге болады. Міне осындай объектілерді программаға енгізетін программа модульдерін кірістірген объектілер немесе программалар деп атайды. Мұндай ішкі программалар SketchUp-та да бар. SketchUp программасында 3D моделін құруға құралдардың көмегімен қарастырылып жатқан модельді мүмкіндігінше шынайы объектіге ұқсату үшін кірістіру, бояу және шаблонға салуды қолданады. SketchUp программасының мәзіріндегі терезе бөлімінде орналасқан материалдар, компоненттер және стильдер диалогты терезелерінің қызметімен танысамыз. Материалдар модулі. Бұл модуль программада құрастырылған модельді бояуға, объектінің сыртқы бейнесін табиғи көрінісіне жақындатуға көмектеседі. Мысалы, үйдің моделін құрастырып көрейік. Егер үйдің қабырғалары кірпіш болса, онда кирпич я облицовка. Ағаш болса, древесина бөліміндегі ағаш түстерінің бірін таңдайсың. Ал үйдің төбесін құру үшін кровля бөлімінен металлическая немесе шифр таңдалады. Компоненттер және стильдер модульдері. Компоненттер моделінің көмегімен дайын объектілерді программаға кірістіреді. Іздеу жолағының көмегімен 2D немесе 3D модельдерінің дайын эскиздерін интернет беттерінен тауып, көшіріп алады. Көшіріп алған компоненттерді қайта өңдеуге және толықтырып, қайта құрастыруға да болады. Стильдер модулі көмегімен құрастырылып жатқан объектінің бейнелеу стилін өзгертеді, әрі түрлі түсті етіп ауыстырады. Суретте көріп тұрған түстердің орнына басқа түстерді де қоюға болады. Міне балалар, SketchUp ішкі программасының мәзіріндегі терезе бөліміндегі модуль негізгі қызметімен таныстық. Басқа осы сияқты программаларға қарағанда SketchUp-та кірістірілген объектілер аз. Бірақ осы сияқты ішкі программалардың өзімен ақ SketchUp-та табиғи объектілердің шынайы моделін құрастыруға болады.